Әлемде тіршілік басталғалы адамзат түрлі оқиғаны өткергені тарихтан белгілі. Ал жер бетінде бейбіт ғұмыр кешудің қандай бақыт екенін соғыс жылдарын бастан кешкен адамнан артық ешкім біле қоймас. Ел үшін қолына қару алып, майданға аттанған жарты төбелік Нәріков Дәрмен де сол қасіреттің куәсі еді. Ол 1925 жылы Созақ ауданындағы Жаңа Тілек ұжымшарында дүниеге келген. Балалық мінезі басылмай жатып, 1942 жылдың қара күзінде 17 жасында ұрыс алаңына аттанды. Алайда бозбала Дәрмен алдында не күтіп тұрғанын сезбегенде болар. Бағына орай 3 жылдан соң 1945 жылдың тамыз айында елге жеңіспен оралады. Бұл отан соғысы үлкен өте сұрапыл соғыстардың бірі, тарихта қалған әлі көп зерттелмеген соғыстардың бірі. Әлемнің 80 мемлекет, 80-дей пайыз халқы қатысып, 70 миллионнан аса адам қайтыс болды. Оның ішінде біздің Совет одағынан 20 миллионнан астам адамдар қайтыс болған өте сұрапыл соғыс болды. Сол кездегі соғысқа отан қорғау үшін әкеміз 17 жасында аттанып, бір ай даярлықта болып, бірінші Украин майданының 14-ші танковый бригадасында станки пулеметтің пулеметчігі болып соғысты. Былайша айтқанда ол кісілерді танковый десант деген сол кезде үлкен ұрыстарға қатысып, Украинаны азат етуге және Польша елдерін азат етуге қатысып, тарихта қалған Висла-Одер өзенінің операциясы үлкен операция жүрген, сол операцияға қатысып, Польша мен Германия ортасындағы Одер өзенінен өту мақсатында жаулармен соғысып, сол жерде бір үлкен деревняны алуға тырысып, біздің сол кездегі совет әскерлері үлкен бір қаласын басып алған. Сол кезде қаланы ол кездегі мақсат, мәнер, соғыстың тактикасы бойынша сол жерді алып, үлкен бір хутор дейді, қазір деревня дейміз, бізде ауыл деп есептейміз. Соны алу мақсатында жаралар болған. Жаралану себебі сол кезде хуторды алып болғаннан кейін соғыс тактикасы бойынша сол жерде бұл кісілер кешке дейін болып, кешке ол жерді тастап кету керек болған. Бірақ төбеде үлкендерден бұйрық болмағаннан кейін олар сол кешке күткен. Негізгі соғыс мәнерінде, тактикасында ол немістер ол жерде сол келген жауынгерлер сол жерде дем алып, кешкісін сол жерде болатын біліп, алыстан зеңбірекпен оқ атқан. Біздің әкелеріміз сол жерде сол оқ түсіп, танкінің қасына үлкен жарақат алып, сол жарақаттан есін әрең жиып, сол жерде енді совет өкіметі шамалы алға басып, нығайған кезінде сол жерде дереу алғашқы дәрігерлік көмектер көрсетіліп, госпитальға жатып, емделіп, алғашқы көмек көрсетіледі. Одан қазіргі Азербайжан Республикасының Баку қаласына барып, емін жалғастырады. Сол жақта 1945 жылдың тамыз айына дейін емделіп, сол тамыз айынан кейін елге оралады, аман-есен. Аман-есен елге оралғаннан кейін 1948 жылы осы жақтағы ауылымызда Дөненбаева Меркүл деген шешемізге екеуі бас қосып, үлкен шаңырақ құрып, 5 қыз, 4 ұл тәрбиелеп өсіріп, аман-есен бейбіт күндерде өмір сүрді. Шешеміз тыл еңбекке қатысып, жастайынан еңбек етті. Әкеміз зейнеткерлікке шыққанша осы Кеңшарда қызметтер жасап, үлкен абыроймен зейнеткерлікке шықты. Қазір сол өсіп өнген бала шағаларының барлығынан немерелер, шөберелер өсіп жатыр. 30-дан аса немересі болып, қазіргі таңда 70-ден аса шөберелері бар. Қазіргі таңда енді әкеміздің өткеніне де біраз жылдар уақыт өтті. Жылда осы 9 майда бас қосып, басына барып дұға жасап тұрамыз. Айтады ғой ақын, кезегім келіп кеткенде келмес сапарға, өмірде ізсіз қалмасам екен жоқтаусыз дейді. Сол сияқты Құда қаласа артында қалған ұрпақтары бар, ізін жалғастыратын ізбасарлары бар.
Сол 9 май сайын біз әкемізді арнап еске алып, Құран бағыштап тұрамыз. Жатқан жері жайлы болсын. Дәрмен ардагерде ел қатарлы отбасын құрып, жұбайы Мейіркүл Нәрікова екеуі Раушан, Мұса, Иса, Мұхаммадияр, Роза, Райса, Рая, Райхан, Бақтияр есімді 4 ұл 5 қыз тәрбиелеп өсіріп, немере шөбірі сүйген үлгілі жанұя бола білді. Өзінің ауылындағы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектепте педагогикалық кеңестің шешімімен Ұлы Отан соғысының қаһарманы Нәріков Дәрменді мәңгілік есте сақтау үшін оның есімі мектептегі алғашқы әскери даярлық кабинетіне берілді. Дәрмен атамыздың мұнда өмір баяны ілулі тұр. Бұл өскелең ұрпақ бойында патриоттық сезімді қалыптастыруға зор ықпал етеді. Ел тәуелсіздігі жолында талай азаматтың тер төгіп, жан бергенін біле жүреді. Мұндағы Дәрмен атамыздың Қызыл жұлдыз ерлігі үшін орден медальдары да отан сүйгіштікке баулайды. Өйткені қос медал кейіннен ол кісінің қиян кескі шайқастарда көрсеткен ерліктері үшін берілгені белгілі болды. Мотоатқыштар батальоны станокты пулемет бөлімшесі командирінің орынбасары гвардия кіші сержанты Нәріков Дәрмен 1943 жылы 8 желтоқсанда Украина майданында соғысқа кіреді. Ол кезде Дәрмен 18 жаста болады. 1945 жылы 16 қаңтарда номері 14 гвардиялық батальонында жүргенде Рауловиші елді мекені маңында болған шайқаста жау қоршауын бұзып өтіп, кеңес солдаттарының қоршаудан шығып кетуіне мүмкіндік жасайды. Тосқауылды қол пулеметімен атқылап, 12 гитлершінің көзін жойғаны үшін Қызыл жұлдыз орденіне ұсынылады. Бұл марапаттарда арнайы Мәскеуге ұсынып, награда қағазына қол қойған Дәрмен атамыздың командирі капитан Кутликов болатын. 76 жылдан кейін архив құжаттарынан табылған еді. Тағы бір айта кететін жайт, әкеміз Дәрмен сол сұрапыл соғыста аман есен елге оралғаннан кейін өзінің соғыста көрсеткен ерліктері жайлы ешқандай да мәлімет бізге айтпады. Мүмкін өзі жасаған ерліктерін мақтан тұтқысы келмеген болу керек. Біз кейіннен осы әкеміз қайтыс болғаннан кейін мұрағаттарды аша отырып, кейбір кісілердің көмегімен әкеміздің сұрапыл соғыс кезінде жасаған ерліктерін мұражайдан тауып алып, оқып, таңғалып жатырмыз. Әкеміз соғысқа қатысып, негізі осы Ұлы Отан соғысында қатысқан Қазақстаннан 96 батыр шыққан екен. Бұл сол кездегі Совет одағының республикалары жиынтығында қазақтар 3-ші орын алады екен, батыр атағын алған. Басқа ұлттардан Украина, Белоруссия және осы Қазақстан барған әскер солдаттар жаңа ерлік көрсеткен көп. Біздің әкеміз де сол сұрапыл соғыста өзінің қолынан келген ерлігін жасаған екен. Ең бірінші 1944 жылы Разина деревнясын алу кезінде немістердің 4 және 9 солдатын жойып, ерлігі үшін деген медаль алған екен. Ең бірінші Затвагу 1944 жылы. Одан кейінгі тағы бір орден, ол 1945 жылы жаңағы соңғы Германияға өтіп жатқан кездегі Русловец деген үлкен деревняны алған кезде 12 неміс солдатын өлтіріп, Қызыл жұлдыз орденіне ұсынылып алынған екен. Ол деректерді біз кейіннен алып, архивтен қазір көріп отырмыз. Сол міне ерлік жасаған. Енді бұны біз үлкен тақтағып, Құдай қаласа, бұның осы медальдарды алуға қол жеткізуге тырысамыз. Адамзат үшін ең бағалы жан оның ата-анасы. Өйткені дүниеге алғаш келген сәтінен
перзентінен мейірімі мен қамқорлығын еш аямайды. Соғысқа аттанғанда әлі де жас болған батыр әкенің ерлігі кейінгі ұрпағына өнеге, мақтаныш. Алдымен Украина майданындағы танк десанты құрамында Киев, Житомир, Львов қалаларын және Польша мемлекетін жаудан азат етуге, кейін 1945 жылдың 2 сәуірінде Одер өзенінен өтіп, неміс фашистерінің ордасы Берлинді басып алу шайқасына қатысады. Дәрмен Нәрікұлы отан алдындағы ерлігі мен еңбегінің арқасында 2 дәрежелі отан соғысы орденімен, соғыс ардагері, еңбек ардагері медалімен және көптеген құрмет грамотасымен марапатталған. Елге оралған соң түрлі салада қызмет етеді. Содан соң ұзақ жыл бойы Жартытөбе кеңшарында есепші болып, сол жерден зейнеткерлікке шығады. Нәрікұлы Дәрмен көкеміз туралы айтатын әңгіме көп. Себебі ол кісі туралы мен біраз нәрсе білемін деп ойлаймын. Сонау балалық шағымыздан бастап ол кісі менің балалық шағыма да, үлкейгеніме де, кейінгі жұмыс істегеніме де бәріне куә болды. Себебі үйдің қасында біз 30 жылдай бірге көрші болып тұрдық. Біздің үйдің қасында 2 бірдей соғыс ардагері болды. Біреу өзімнің әкемнің ағасы Сайлау көкем болса, екіншісі осы Дәрмен көкеміз еді. Бұл 2 кісіден де біз көп ұлағатты сөздерді, жақсы істерді үйрендік десек, артық айтқандық емес. Дәрмен көкеміз әңгіме барысында, кейде бір ауылдағы жиындарда осы соғыс туралы көптеген әңгімелер айтатын. Ерлік туралы, жалпы майдан даласындағы қиыншылықтар туралы мектеп қабырғасындағы оқушыларға да үнемі кездесулер өткізіп, өзінің ойымен бөлісіп жүрді. Сонымен бірге ол кісі енді соғыстан кейін ұзақ жылдар бойы совхозда есепші болып, экономикаға да өз үлесін қосты деп айтуға болады. 2003 жылы өмірден өткенге дейін осы Аққолтық ауылының белсенді ақсақалдарының бірі болып, елге ақыл кеңесін еш уақытта аяған емес. 2013 жылы өзі өмірден өткеннен кейін ұлдары, қыздары әкелерін есте сақтау мақсатында әрі ұлы жеңістің 65 жылдығы құрметіне облыстық үлкен мүшәйра өткізді. Сол мүшәйрада менің шәкіртім, бұл күнде Түркістан қаласында тұратын Мырзабаева Гүлнұр деген оқушым бас жүлде алған еді. Міне сол өлеңді мен оқып берейін. Сағыныш сазы, Нәрікұлы Дәрменнің майданнан жазған хаты. Сағынамын туған жерді, көргім келіп асығам. Сағынамын мен сендерді, жаңа өскен жасылам. Сағынамын күміс сулы, жарт төбедей өзенім. Сағынамын қалың нулы, бау бақшалы өзелім. Сағынамын жан анашым, отам деген сөзіңді. Сағынамын сүйген қалқам, сенің жарқын жүзіңді. Сағынамын бауырларым, аманбысың өздерің. Сағынамын ауылдағы бірге өскен көген көздерім. Тік бүгін жеңіс туын, ер боп туған балаң ем. Елім, жұртым, жерім, суым, күт жасыға барам мен. Енді қазір бұл кісінің дүниеден өткеніне де 20 жылдай уақыт болып қалды, бірақ таулар алыстаған сайын биіктей береді демекші, бұл кісілердің ерліктері, істеген істері біздің мәңгілік жадымызда, ұрпақтар еш уақытта ұмытпайды. Өзінің кіндігінен өрбіген бала-шағасы, ауыл аймағы, туған туысы, жалпы жас ұрпақ тек қана Нәрікұлы Дәрменді ғана емес, бүкіл осы Аққолтық ауылынан шыққан бүкіл майдангерлерді әрқашан есте алады. Соғысқа аттанған 200-дей жас боздақтың жартысы ғана туған елге оралса, соның бұл күнде бірде-біреуі қалған жоқ. Барлығы да өз кезегімен өмірден өтіп кетті. Бірақ олардың істері біздің мәңгі жадымызда. Бұл өмірде ешкім мәңгілік емес.
біреуге ерте, біреуге кеш, келместің кемесіне бәрі де мінеді емес пе? Күтпеген жерден Дәрмен атамызға жабысқан дерттен 2003 жылы көз жұмды. Ұлы жеңістің 65 жылдығына және Дәрмен Нәрікұлының туғанына 85 жыл толуына орай 2010 жылы артында қалған ұрпақтары ұл қыздары мен немере шөберелері нар тұлғаны еске алу үшін жиын өткізген еді. Сонда ардагердің ауылдасы ақын Тұмартай Дінтайұлы былай деп жырлаған еді. Бір қауым ел жиналыпты мүшайраға асыға, ардагерді еске алуға 85-тей жасында. Немерелер келін, күйеу бәрі де жүр қасында. Ұрпағының бұл ісіне риза болып әруағы орнында аунап түсіп жатқан шығар расында. Біз білетін Дәрмен көкі ер мінезді кіседі. Нағыз жігіт деседі ғой білетін жұрт жасында. Соғыста да бейбіт күнде қабілетін көрсеткен, ел сыйлаған жан болатын бір туатын ғасырда. Абыроймен ардақты боп өтті мына өмірден. Ақыл оймен ерік жігер бір болған соң басында. Мұса, Иса, Мадияр мен Бақтияр ұлдары ұқсайтұғын бүркіт сұңқар қыран құс пен лашанға. Раушан мен Розаны, Райса мен Рая, Райханды бағалайтұғын әкелері асылға. Барлығына білім беріп, жоғары оқу бітіртті. Болашағын осылар деп, Мейіркүл апам қасында. Жәнібек пен Ақылбай, Айдар Бекбол күйеулер. Байділдәні аға дейді мінез үшін сүйедел. Жанаты мен Айгүлі бар, Манаты мен Әлия. Отбасының сүйеніші әр қайсысы бір жануя. Бүгін мұнда немерелер, шөбірелер, шөпшегі де келіпті. Атасынан аумай қалған шеттерінен көрікті. Ел жұртымен қауышқандай әке даңқы тасуда. Ойлағаны орындалып, арман іске асуда. Тойларыңыз құтты болсын, алқалаған әлеумет, айта-айта жүретіндей ғасырлардан ғасырға. Ардақты ер, батыр әке есімі ел жадынан мәңгі өшпейді. Батырдың ұрпағы болу кеудемізде мақтаныш сезімін орнатып, жанымызға жұбаныш болмақ. Тіпті ардагердің немере шөбірелері тектерін ата есімімен аталуын өздеріне мәртебе санайды. Ал көңіл түкпірінде әкеге сағыныш артпаса кемімейді.